таң атпай ұйқыдан тұрсам, қайынапам деген кухняда осылай тірлік істеп жатыр ғой. Ойбай деп жүгіріп барсам, скоро кетем, балаларға аласын да саласын дайындап пісіріп бере саласын духовкаға, еш уайымдама дейді ғой. Кәдімгідей мә ұялып қалдым. Қыздар өз қолымен осылай пельмен, самса, манты кәдімгідей түйіп тастаған. Мә кәдімгідей ұялып не сыйласам екен, осы жаңа жылға бір күшті подарка сыйлайын дедім де, осы күйеуім берген осы жаңа жылға кушоны бар еді, қазір хит болып жатқан кушон. Не болса да осын сыйлайын дедім, енді жақсылап күн табу енді міндетім ғой дедім. Жаңа жылға күшті осындай сыйлық, бетіңізді жағып әдемі люблю ғой, басқаша кетесің, бетіңізді мынау деген ана неде хит болып жатқан кушон ғой, прям бетің деген блистательно күшті. Ойлайсыздар, мен дұрыс жасадым ба, әлде дұрыс жасамадым ба? Қайынапам деген кәдімгідей мәз болып қалды. Сіздер менің орнымда болсаңыздар, не істейтін едіңіздер, жаза кетіңіздер.